Сәлеметсіңдер ме балалар? Ана тілі сабағын бастаймыз. Ана тілі сабағында балалар бүгін сендер буын және тасымал деген үлкен бөлімді бастайсыңдар. Бұл бөлімде буын мен тасымал туралы білетін боласың, сөзді буынға бөлуді, сөздегі буын санын анықтауды, сөздерді тасымалдап жазуды үйренесің. Балалар, мына берілген екі сөзге мән беріп қарайықшы. Қандай айырмашылық байқадыңдар? Бірінші сөзді оқиық. Оқушылар. Ал екінші сөзіміз оқушылар. Дұрыс айтасыңдар балалар. Бірінші сөзіміз буынға бөлініп тұр. Ал екінші сөзіміз балалар тасымалға бөлініп тұр екен. Тасымал туралы кейінгі сабақтарда айтатын боламыз. Енді бірінші сөзге оралайық. Балалар, қараңдаршы неше буынға бөлінген? Оқушылар. Оқушылар сөзі 4 буынға бөлінген екен. Қараңдаршы, 4 буынға бөлінуінің себебі неде деп ойлайсыңдар? Дұрыс айтасыңдар. 4 буынға бөлінуінің себебі бұл сөзде 4 дауысты дыбыс бар екен. Яғни сөзде неше дауысты дыбыс болса, сонша буын болады екен. Міне бұл сөздегі дауысты дыбыстар қызылмен белгіленіп тұр, иә? О және У, А және А дыбыстар екен. Бұлар балалар дауысты дыбыстар екен, сендер алдыңғы білімде алған болатынсыңдар. Оқулығымыздағы мына ережеге назар аударып, есімізге сақтап алайық. Сөз буынға бөлінеді. Сөзде қанша дауысты дыбыс болса, сонша буын болады. Яғни бір дауысты дыбыс. Сондықтан бұл сөзіміз бір буынға бөлініп тұр. Ата сөзінде 2 дауысты дыбыс бар, сондықтан 2 буын бар деп айтамыз. Жаңғақ сөзінде 2 дауысты дыбыс болғандықтан 2 буын бар. Жұмысшы сөзінде 3 дауысты дыбыс болғандықтан 3 буынды сөз екен. Бұлай болса, балалар, бірінші жаттығуды орындайық. Тақырыбы бойынша мәтін мазмұнын болжа дейді. Мәтінді тыңда. Мәтініміздің тақырыбы еліміздің астанасы деп аталады. Сендердің ойларыңша мәтін не туралы? Тақырыпқа мән беріп қарайық та, мәтіннің не туралы екенін өз ойымызбен айтып шығайық. Жарайсыңдар балалар. Олай болса, мәтінді тыңдайық. Еліміздің астанасы Нұр-Сұлтан қаласы. Қаланың ортасымен Есіл өзені ағады. Қалада әсем ғимараттар көп. Онда бәйтерек, хан шатыр бар. Нұр-Сұлтан қаласы әдемі. Ол маған ұнайды. Мәтінді тыңдап болсақ, оқушылар, мына сандықшадағы сөзге назар аударайық. Ғимарат сөзі белгілі бір үлгімен салынған құрылыс нысаны деген мағынаны білдіреді екен. Енді балалар, мәтін бойынша мынандай сұрақтар беріліпті. Мәтін не туралы? Нұр-Сұлтан қаласы туралы білетініңді айт. Осы сұрақтарға жауап іздейік. Жарайсыңдар балалар, өте дұрыс жауап бердіңдер. Олай болса, екінші жаттығуға көшейік. Екінші жаттығу: сөздерді буынға бөліп жаз. Нұр-Сұлтан, Астана, қала. Бұл сөздерді буынға бөліп жазарда балалар, сөзде неше дауысты дыбыс болса, сонша буын болады деген ережені еске сақтаңдар. Жаттығуымызды жазып болсақ, жаттығуларының дұрыстығын мына дұрыс нұсқамен тексеріп алыңдар. Бірінші сөзіміз Нұр-Сұлтан.
Яғни бірінші сөз үш буынды сөз екен. Себебі бұл сөзде үш дауысты дыбыс бар. Бірінші буында О, екінші буында О, үшінші буында А. Келесі сөзіміз Астана. Үш буынды сөз екен, себебі бұл сөзде үш дауысты дыбыс бар. Келесі бір сөзіміз қала. Қала сөзінде екі дауысты дыбыс болғандықтан екі буынды сөз екен. Үшінші жаттығуда сан реті бойынша буындардан сөйлем құрап айт дейді. Әр сөздегі буын санын анықта дейді. Енді балалар, бұл жаттығуды ауызша орындаймыз. Сан реті бойынша буындардан сөйлем құрап айтамыз. Әр сөздегі буын санын анықтап айтып берейік. Иә, дұрыс құрадыңдар. Еліміздің бас қаласы Нұр-Сұлтан деген сөйлем шықты. Келесі тапсырмамыз балалар, буынға дұрыс бөлінген сөздерді ғана теріп жаз дейді. Бүгінгі тақырып бойынша сендердің сабақты қаншалықты түсінгендеріңді мен білгім келіп тұр. Соған орай осы тапсырманы орындай қояйық қане. Тек қана балалар буынға дұрыс бөлінген сөздерді ғана теріп жазасыңдар. Жарайсыңдар балалар, бүгінгі сабаққа өте жақсы қатыстыңдар. Сендермен болғаныма қуаныштымын. Келесі кездескенше сау болыңдар. Менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып, лайк басып қоюды ұмытпаңдар.